Шона Смаханұлы атындағы номер 44-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Аманбаева Нұрзия Сембекқызы. Қазір қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сын есім. Бөлім атақты тұлғалар. Бүгінгі сабақтың мақсаты: өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау, сөйлемнен сын есімдерді табу, дара және күрделі сын есімдерді ажырату. Сабақтың бағалау критерийлері: мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай алады, каллиграфиялық нормаларды сақтап жазады, сөйлем құрамындағы сын есімдерді тауып, дара және күрделі сын есімдерді ажыратады. Берілген сөйлемдерді оқып, қарамен жазылған сөздердің қай сөз табына жататынын анықтайық балалар. Яғни балалар, бұл сөйлемде қарамен берілген сөздер сын есімге жатады екен. Енді назар аударайықшы. Бірінші сөйлемде сын есім бір ғана сөзден тұр, ал екінші сөйлемде сын есімдер екі сөзден тұр. Яғни балалар, сын есім құрамына қарай екіге бөлінеді екен. Олай болса балалар, ережені еске түсірейік. Сын есім дегеніміз заттың сапасын, сипатын, қасиетін, көлемін, пішінін, салмағын, түрін, түсін білдіретін сөз табын сын есім деп атаймыз. Сын есімнің сұрақтары қандай қай? Балалар, сын есім құрамына қарай дара сын есім және күрделі сын есім болып екіге бөлінеді. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою, сары, қара, ала. Күрделі сын есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ сары, көк ала, қара сұр, қызғылт сары, сары ала, көк ала, ақ боз. Ал олай болса балалар, сын есімге арналған бірнеше тапсырмаларды орындайық. Миллион кімге бұйырады ойынын ойнайтын боламыз. Бірінші сұрақ балалар: сын есім нені білдіретінін белгіле. А. Заттың қимыл әрекетін. Б. Заттың сынын. С. Заттың ретін. Д. Заттың атын. Жарайсыңдар балалар, сендер де В нұсқасын таңдады деп ойлаймын. Келесі сұрақ: сын есімнің сұрақтары. А. Кімдер нелер? В. Қандай қай? С. Не істеді? Д. Кім не? Жарайсыңдар балалар, В нұсқасы қандай қай? Келесі сұрақ бізде: сын есімді тап. А. Көлді. В. Дәптер. С. Жаңбырлы. Д. Оқыды. Жарайсыңдар балалар, сендер де С жауабын таңдады деп ойлаймын. Келесі сұрақ: сын есімді табыңыз. А. Ұшты. В. Елу. С. Дәмді. Д. Айша. Дұрыс жауабы С. Дәмді. Келесі сұрақ балалар: сөйлемдегі сын есімді көрсетіңіз. Әсемнің қызыл көйлегі бар. А. Көйлегі. В. Әсем. С. Бар. Д. Қызыл. Жарайсыңдар балалар, Д нұсқасы дұрыс екен, қызыл. Келесі сұрақ: сын есім құрамына қарай қаншаға бөлінеді? А. 4. В. 5. С. 2. Д. 3. Жарайсыңдар балалар, С нұсқасы дұрыс екен. Өте тамаша балалар. Барлық сұраққа дұрыс жауап берді деген ойдамын. Олай болса балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 65-ші бетін ашамыз, 56-ші жаттығуға қараймыз. Атан түйе шөккен жер.
Жасы 80-ге тақаған кезінде Райымбек батыр еліне мені ана тұрған ақ атанға мінгізіп, көштің басының хан тәңірге бұрындар. Ақ атаң шөккен жерге елді қоныстандырындар, депті. Бәрі қарт батыр айтқандай болады. Ел көшін тауға қарай бұрады. Көш қазіргі Алматы қаласы Райымбек даңғылы бойындағы орталық зират орналасқан жерге жетіп тоқтайды. Сол араға атан түйе де шөгеді. Ел осы араға қоныстанады. Көп ұзамай Райымбек батыр дүние салады. Батырдың зираты да сол жерге орнайды. Бабаннан саған не қалған кітабынан. Ал балалар, келесі сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім туралы? Райымбек батыр туралы не білесіңдер? Мәтін неліктен атан түйе шөккен жер деп аталған? Неліктен Райымбек батыр қартайған шағында туған жеріне ат басын бұрады? Жарайсыңдар балалар. Мәтін мазмұны бойынша берілген сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Қолбасшы Райымбек батыр 1705 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданында дүниеге келген. Албанның ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан тарайды. Атақты Көкжал Қангелді батырдың немересі. 17 жасында Райымбек батыр садақ атуға, қылыштасуға әбден машықтанған жас сарбаз болады. Өйткені ол 15 жасынан жоңғарларға қарсы жорықтарға қатыса бастайды. Өзінің күреске толы өмірінің 33 жылын соғысқа арнап 77 рет ауыр жарақат алған. Ал балалар, мәтіннен сын есімдерді табайық. Мәтіндегі сын есімдер ақ, қарт, атан деген сөздер екен. Ендеше балалар, келесі жаттығу 57-ші жаттығуға назар аударайық. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетінін тауып жаз дейді. Бірінші, егіннің жайын еккен білер. Ексен егін, шерсін тегін. Сәуір болмай тәуір болмас. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Айлалы батыр алдырмас. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болар. Яғни балалар, бұл жерде мәтін мазмұнына сай келетін мақалдар: отансыз адам, ормансыз бұлбұл, айлалы батыр алдырмас. Келесі тапсырма балалар бізде 58-ші жаттығу. Кестені толтыр дейді. Адамға тән қасиеттер жағымды және жағымсыз жақтарын жазыңдар дейді. Яғни жағымды жақтарына балалар қайырымды, мейірімді, кішіпейіл, тағы да басқа түрлер жатады. Ал жағымсыз қасиеттеріне қатыгез, мейірімсіз, өтірікші, тағы да басқа түрлері бар. Соларды балалар толықтырып 58-ші жаттығуды жазамыз. Балалар, келесі тапсырма бізде шығармашылық үзіліс 59-ші жаттығу. Сөздіктегі сөздер қай карандаш түсіне сәйкес келетінін тап. Сонан соң оларды тіркестіріп жаз дейді. Оқулыққа қарасаңдар балалар, түрлі түсті карандаштар берілген. Осы карандаштарды түсіне байланысты берілген сөздіктерді қою арқылы сөздерді сәйкестендіреміз. Мысалы, аю қандай? Аю қоңыр. Қар қандай? Қар ақ. Балапан қандай? Балапан сары. Ары қарай өздерің қалған сөздерді сәйкестендіріп жазыңдар. Үй тапсырмасы балалар. 59-ші жаттығу. Карандаштардың түсіне байланысты берілген сөздіктерді қою арқылы сөздерді сәйкестендіріп жазасыңдар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Олай болса, бағдаршам әдісі арқылы өз-өзімізді бағалап жіберейік. Ал балалар,
осымен қазақ тілі сабағы аяқталды. Сау болыңдар.